Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен 3-ші сынып 8-ші модуль Having Fun тақырыбы бойынша өтетін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып қойсаңыздар және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал балалар, барлықтарыңызға сәттілік, зейіндеріңіз ашылып, тапсырмалардың барлығын мұқият орындаңыздар. Fun places, қызықты орындар. Exercise 1, look at the picture. Where are they? Суретке қараңыздар және олар қайда? Олар қай жерде? Суретке қарасаңыздар, бірнеше суреттер берілген. Парк, cinema, кинотеатр, sport center, спорт орталығы, skating rink, мұз айдыны, market, базар. Келесі сұрақ, what are they doing? Олар не істеп жатыр? Енді жаңағы айтылған орындарға бара жатыр деп айтайық. They are going to the cinema. Олар кинотеатрға бара жатыр. They are going to the park. Олар паркке бара жатыр. Мына құрылымды қарасаңыздар, they are going to the деген құрылымға енді мынау орындарды қоя қойасыздар. Сонда кәдімгі сөйлем құрылымы дұрыс шығады. Және келесі мысалдарды айта кетейік. They are going to the market. They are going to the skating rink. Яғни олар мұз айдынына бара жатыр. Exercise 2. Where do you like going to your free time? Бос уақытыңда қайда барғанды ұнатасың? Енді осы сұраққа жауап беру үшін мына структураға саламыз. I like going to the деген. Мына I like going to the park in my free time. Мен бос уақытында паркке барғанды ұнатамын. Қасындағы жұбы me too, мен де. Яғни мен де бос уақытымда паркке барғанды ұнатамын дейді. I don't like going to the sport center in my free time. Мен бос уақытымда спорт орталығына барғанды ұнатпаймын. Дәл осы сияқтығы өздеріңізде сөйлем құрап көріңіздер. Exercise 3. Where did they go last Saturday? Өткен жексенбіде олар қайда барды? Listen and match. Тыңдаңыз және сәйкестендіріңіз. There is one extra place. Яғни мұнда бір орын артық берілген екен. Соны табу қажет. Тыңдалым бойынша бірінші кейіпкер Dana went to the cinema last Saturday. Dana өткен сенбіде киноға барды деді. Яғни бір б-мен сәйкес келеді. Екіншісінде Қайрат went to the park last Saturday. Қайрат өткен сенбіде паркке барды. Яғни екі с-ға сәйкес келеді. 3. Ұлан went to the sports center last Saturday. Ұлан өткен сенбіде спорт орталығына барды. Яғни 3 бұл жерде а-мен сәйкес келеді. А әрпіндеме. Яғни there is one extra place is skating rink. Мұндағы артық орын д суреті, яғни skating rink, мұз айдыны. Келесі тапсырма бізде суретпен сөздерді сәйкестендіру. Мынандай ғып сәйкестендіріп қойдым. Spring, яғни көктем, G суретімен сәйкес келеді. Summer, жаз, E суретімен сәйкес келеді. Autumn, күз, H суретімен сәйкес келеді. Winter, F суретімен сәйкес келеді, яғни қыс, winter дегеніміз. Fly a kite, батпырау ұшыру, A әрпіндегі суретпен сәйкес келеді. Go to school, мектепке бару, D суретімен сәйкес келеді. Ride a bike, велосипед тебу, B суретімен. Fish, балық аулау, C суретімен сәйкес келеді. Келесі 5-ші тапсырма yes or no деп жауап беру керек. It's spring, бұл көктем. Are you flying your kite? Сен батпырау ұшырып жатырсың ба дейді. Yes, I am. Яғни көктемде батпырау ұшыра аламыз. Екінші, it's summer, бұл жаз дейді. Are you wearing your coat? Сен жағы пальто киіп алғансың ба дейді. Яғни no деп жауап береміз. B суреті no, I'm not. Үшінші сурет it's autumn, бұл күз. Are you swimming? Жүзіп жатырсың ба? No, I'm not. Яғни күзде біз жүзбейміз, сондықтан no, I'm not деп белгілейміз. It's winter, are you making a snowman? Бұл қыс, қыста аққала жасап жатырсың ба дейді. Yes, I am. Келесі тапсырма study sport, яғни грамматикалық ереже. Алдында present continuous tense'те өткен болатынбыз. Енді соның сұралу сөйлемде қалай жасалынады? Соған назар аударайық. Яғни is to be етістігі есімдіктің немесе subjectің алдына шығады. Is Charlie swimming? Яғни Charlie жүзіп жатыр ма? Егер жоқ деп жауап берсек, no, he isn't дейміз. Деп жауап беретін болсақ, yes, he is деп жауап береміз. Яғни суретке қарасаңыздар, Чарли жүзіп жатқан жоқ, ол
футбол ойнап жатыр, иә? No, he isn't. He's playing football деп жауап береміз. Present continuous tense'та етістікке ing жұрнағы жалғанатын білеміз, иә? Енді мына үш сөздің ing жұрнағы жалғануына қараңыздар. Play, playing болады, swim, swimming, double M болады, run, running, яғни екі N әрпі жазылады. Осыны жаттап алыңыздар. Келесі тапсырманы орындамас бұрын сөздікпен жұмыс жасап алайық. Жаңа сөздермен танысып. Play, ойнау, swim, жүзу, run, жүгіру, ride a bike, велосипед тебу, sleep, ұйықтау, it's snowing, қар жауып тұр деген мағынаны білдіреді. Exercise 6, complete the answer. Толықтырыңыз және жауап беріңіз дейді. Бірінші мысал келтіріп қойған, it is snowing, қар жауып жатыр. Қар жауып тұр ма суретте? Жоқ, жаңбыр жауып тұр. Яғни no, it isn't деп жауап береміз. Келесі суретке қараймыз, riding a bike. Яғни бұл сөйлемде is деген сөз сұраулы сөйлемнің алдына шығу керек. Соны қоямыз. Содан кейін ол ма қыз ба соны ажыратамыз. Яғни he, бұл жерде he-ді қоямыз. Қыз болса she-ді қоямыз. Яғни бұл сөйлеміміз is he riding a bike? Ол велосипед теуіп жатыр ма? Yes, he is riding a bike. Үште, is she sleeping? Ол ұйықтап жатыр ма? No, she isn't. She's eating an ice cream. Ол балмұздақ жеп жатыр. He's running. Ол жүгіріп жатыр ма? No, he isn't. He's reading a book. Ол кітап оқып жатыр. Exercise 7, let's play. Жетінші жаттығу, кел ойнайық дейді. Яғни екі сурет берілген, екі сурет бойынша салыстырып сөйлем құру қажет. In picture A, Liam is flying a kite. А суретінде Liam батпырауық ұшырып жатыр. Б суретінде ол батпырауық ұшырып жатқан жоқ. Picture B, Liam is riding a horse.